90% круизда жұмыс жасаған адамдар жарты жолдан болып жұмысын тастап, өмірінде круизға жұмысқа келмеймін, мына жұмыс құрысын деп өз мемлекетіне қайтып кетеді, беріліп жоқ болып кетеді солай. Неге? Мен өзім круизда жұмыс жасап шықтым, 1 жылдан астам уақыт. Мен қазір сіздермен өзімнің жеке опытыммен, жеке ойыммен бөлісетін боламын. Оған дейін мені арнама тіркеліп қойыңдар. Алдағы уақытта круиз туралы керемет ақпараттар шығады. Алдыңғы күні ғана кеткен едім Египеттен. 3 күннен кейін 4 күннен кейін қайтып келдім. Бірінші себеп, круизда сен мысалға 10 сағат жұмыс жасайын деп контрактқа қол қойған болсаң, кімсің, официантсың, ресепшнда жұмыс жасайсың, или энтертейнментсің, или там танцорсың деген сияқты. Сенен сұрайды, саған 2 сағат шақырып қалса жұмыс жасай аласың ба дейді. Сен оған қол қоясың, обязательно согласие беру керексің. Мен солай қол қойдым, мысалға барасың, сен 10 сағат жұмыс жасайтын болсаң, 14 сағат, 15 сағат артығымен 2 сағаттар жұмыс жасап кетуі мүмкін, бірақ саған оған ешкім ақша төлемейді. Все, қайрат, отработал, ой, молодец, красавчик, бар, ұйықта деген сияқты. Сол ғана. Екіншісі, ол жақта сенде выходной деген жоқ круиза. Сен ол жаққа демалуға бара жатқан жоқсың, сен ол жақта гость емессің, барып күзінге қыздырынып, коктейль ішіп жататын адам емессің. Сен жұмысқа бара жатсың, сен ол жаққа чисто бахат етуге барасың. Понедельниктен воскресеньеге дейін сенде ешқандай выходной болмайды. Воскресенье таңертең гостьтардың барлығын шығарады, кешке қайтадан 2 адам тиеп алады да, круиз қайтадан кетеді. Олар тоқтамайды. Мен мысалы өзім круизда жұмыс жасап жүрген кезде қонақтар келіп сұрайды, "О, сендер келесі апта демалып, бір апта одан кейін барып кетесіңдер ғой" дейді. Мен тұрамын да күлемін, айтамын, да деген сияқты да. Олай емес. Понедельник, воскресенье сен без выходной жұмыс жасайсың. Сенде выходной болуы мүмкін. Кеме парковка жасаған кезде, бір қалада тұрған кезде, сол кезде гостьтардың барлығы қашып кеткен кезде сенде бос уақыт болып, сол кезде демалуға уақытың болуы мүмкін. Бірақ менде мысалы сондай болған кезде, Грецияға барған кезде мен көп каютамда лучше қаламын, мен ұйықтаймын, маған ұйқы жетіспейді, мен шаршап тұрмын, мен даже сыртқа қыдыруға шықпайтынмын да. Бықсып іште қалатынмын, ұйықтайтын, кешке тұрамын, қайтадан жұмысқа баратын сияқты. Сондай болады менің жағдайымда. Және де айта кететін зат, ол әркімнің жұмысы әртүрлі болады. Соған мән беру керек. Одан кейін үшіншісі, сен бір тар каютада тұрасың, сен ол жақта люкс емессің, сен лакшери емессің, кішігірім бір каютада тұрасың, 2 адам тұрасыңдар, мысалы ол жақта терезе болмайды, күн көрмейсің. Может, сен ол нормально шығар, 1 ай өтеді, 2 ай өтеді, 4-5 ай, сен уже 9 ай, 1 жыл жұмыс жасаған кезде сен уже энергияңды түсіп бастағанын қарайсың, барлығын түсінесің, күннің жетіспеушілігін деген сияқты. Одан кейін сен бір индуспен тұрып қалуы мүмкін, сен бір бразильспен тұрып қалуы мүмкін каютаңда. Сен онымен тіл табыса аласың ба, тіл табыса алмайсың ба? Ол да бар мысалға. Оның график работасы басқалай болуы мүмкін. Сен ұйықтап жатқанда ол есікті ашып кіреді, бақыртады, шақыртады, жабады, ары бері саған мешать жасауы мүмкін, или сен оған мешать жасауы мүмкін. Өзіңді бір ыңғайсыз сезінуі мүмкін. Тіл табыса алмасаң вообще жаман деген сияқты да. Либо ол өзінің достарын каютаға шақырып алады да, өзінің достарымен айғайлап шулап отырады, сен оған кет те алмайсың, сен оған бірдеңе айта алмайсың, солай қалып қалуы мүмкін, бір ыңғайсыз жағдай. Ал егер енді нормально өздерің күшті сосед тауып, сонымен жақсы тіл табысатын болсаңдар, ол кезде енді өмірлерің кайф өтеді. Мен өзім бір испанецпен тұрдым, прям күнде гитара, күнде шу әдемі болып өтті. Одан бөлек төртіншісі контрактқа келетін болсақ, контракт әртүрлі болады, әр адамның жұмысында әртүрлі болады. Мысалға мен 9 айға контрактқа қол қойдым. Ол жағында плюс 2-3 ай деп тұратын болатын. Общий суммамен мен 1 жыл жұмыс жасап шықтым. Мен елестетші, сен 1 жыл бойы бір жерде тұрасың, барасың, келесің, күнде бір адамдарды көресің, без выходной жұмыс жасайсың, 1 жылға контрактқа қол қойып тастағансың. Ол өте қиын, ол может саған кеменің ішінде мысалға өзім үшін 1 ай прям вау, суета болды, 2 ай қызық болды, 3 ай что-то үйрендім, уже 4 ай маған привычный болып кетті, 5 айдан кейін уже маған рутина болып кетті. Мен уже білем, қандай программа болып жатыр, не болады, мынау қандай ән айтады, уже бүткіл затты білемін ішінде ше, уже до того жалығып кетесің 1 жыл бойы бір жерде жүргенде. Вот сол зат бар да, одан көбісі сондай заттарға беріліп уже жоқ болып қайтып кетеді. Одан да бөлек оны мен айтпаған экипажға қандай заттар жасауға болмайтын туралы өзінің заңдары бар, учетный тревога бар, ол бар, көп заттар бар, олардың басқа видеода айтамын. Енді осындай қиындықтардан кейін егер де менен сұраса, Қайрат, круизға жұмысқа барасың ба десе, мен ойланбастан кеттік деп қолыма чемоданды алып ұшып кететін едім. Неге? Себебі мен айтпаған круиздің өте көп плюстары бар, оларды мен келесі видеода обязательно бөлісетін боламын. Сол үшін қазір маған тіркеліп ал. Ал енді менен саған сұрақ, сен осылай 1 жыл тоқтамай без выходной жұмыс жасай алатын ба едің? Комментарийға жазып кет. Все, барлықтарына бай-бай, чау-чау.